Сәлем достар, 400 АЕК көлеміндегі грант бизнес идеяларды 19 қыркүйектен бастап қабылданады. 4-ші лек басталады. Бұл грантқа қатысу үшін сіз бұл гранттың талаптарына сай келу керексіз. Сонымен қатар сізде сертификат болу керек. Егер сізде ол сертификат жоқ болса, уайымдамаңыз, ол сертификатты 1 күн ішінде оқып алуға болады. Бұл гранттың талаптары қандай және өтінішті қалай береміз? Ретімен қазір түсіндіретін боламын. Сондықтан бұл видеоны соңына дейін тыңдап, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алып кеттік. 2022 жылдың 19 қыркүйегінен бастап бизнес еңбек KZ порталы жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыруға арналған мемлекеттік гранттарды алудың 4-ші легі бойынша өтініштерді қабылдауды бастайды. Грант сомасы 400 АЕК, яғни 1.225.200 теңге. Байқауға кімдер қатыса алады? Мемлекеттік грантқа үміткерлер, жұмыссыздыққа тіркелгендер және жеке кәсіпкерлер, бірыңғай жиынтық төлемін төлеушілер. Бұл тізімде болсаңыз, онда келесі 2-ші этапқа өтеміз. 2-ші этап осы әлеуметтік топтардың біреуіне жатуыңыз тиіс болады. Егер сіз осы әлеуметтік топтардың ішінде біреуіне жататын болсаңыз, онда сіз грантқа қатыса аласыз. Бизнес еңбек KZ порталына тіркелу арқылы сіз осы сайт арқылы өтініш бересіз. Өтініш беру үшін бұған ЭЦК кілті керек болады. Кілт арқылы сіз регистрациядан өтесіз. Сол жерден сертификатты оқып аласыз және сол жерге сол сертификатты және бизнес жоспарыңызды сол жерге тіркейсіз. Бұл сайтқа тіркелгеннен кейін бірінші кезекте мәртебені тексеру, яғни сіздің бұл санаттардың біріне жатасыз ба, жатпайсыз ба, соны тексереді. Тексеруден 2 күн аралығында өтеді. Тексерістен өткеннен кейін сертификатыңыз жоқ болса, сертификатты оқып аласыз. Сертификат оқуға өтініш жазасыз. Сол жерде сертификатты оқып болғаннан кейін, сол грантқа өтініш қалдыру арқылы сіз сосын бизнес жоспарыңызды тіркейсіз. Бизнес жоспарды тіркегеннен кейін сізге комиссиядан хабарлама келеді. Яғни комиссия SMS арқылы келеді, немесе кабинетіңізге хабарлама келеді. Комиссия алдында жобаңызды қорғайсыз, жобаны таныстырасыз, деректемелерді ұсынасыз. Сонымен қатар ұтқан жағдайда шартқа қол қою болады. Грант қаражатын аласыз, алғаннан кейін сол грант қаражатына жалпы есеп беретін боласыз. Бұл грант қаражатын мақсатта пайдаланасыз, несие жаппайсыз, товар алмайсыз, тек құрал жабдықтарды ғана аласыз. Сол арқылы чектерін онлайн түрде порталға енгізесіз, 1 жыл бойы отчет тапсырып отыратын боласыз. Жалпы назарларыңызға рахмет. Осындай пайдалы ақпараттар көп болсын десеңіздер, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әрбір жаңа шыққан жаңа бағдарламаларды алғашқы болып тыңдайсыздар. Сау саламатта болыңыздар.